Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен өз арнамда бүгін осылай керемет болып шығатын батондар, яғни үй нанын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға дрожжа, қант және де жылы су құйып жақсылап араластырып, кішкене көтерілуге қоятын боламыз. Ол арада оның үстіне жылы сүт, су, тұз және де сұйық майымызды құйып, үстінен көтерілген ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолымызды кішкене майлап алып, 20-30 минутқа ашытуға қоямыз. Мінекей біздің қамыр ашып шықты. Ашығаннан кейін табадан түсіріп, теңдей екіге бөліп аламыз. Және де осылай біркелкі жуалалар жасап, 10-15 минут тындырамыз. Тынған қамырды ұнның көмегімен осылай оваль тәрізді етіп жайып аламыз. Жұқалау етіп жайып, қолымыздың көмегімен тығыз қылып орайтын боламыз. Міндетті түрде тығыз қылып ораңыздар. Сол кезде біздің батондарымыздың формасы жоғалмайды. Мінекей осылай орап алғасын листімізге жайластырамыз. Екінші қамырды да дәл осылай жайып, орап листке жайластырамыз. Үстін жауып, 15 минут, 20 минут көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырдың үстіне сүт жағып, пышақтың көмегімен кесіп шығамыз осылай. Және де ситаның көмегімен үстінен аздап ұн сеуіп шығамыз. Және де қызып тұрған пеште 180-200 градуста пісіріп аламыз. Мінекей біздің батондар дайын.